абайдың қанша қара сөзі бар? 45. 20 ғасырдың Гомері атанған 100 жасаған жырау жыршы кім еді? Жамбыл Жабаев. Жамбылдың жасын берсін дейді ғой. Ромео және Джульетта трагедиясының авторы кім? Шекспир. Ондай жазды. Қожа Ахмет Яссауидің кесенесін салуға бұйрық берген билеуші кім Әмір еді? Темір. Әмір Темір бұйрық берді. Біріншісінде Қожа Ахмет салғысы келді, бірақ та оны өгіз қайта құлата берді деген бір аңыз әпсана бар. Кейін Арыстан бабтан кейін Қожа Ахметті қайтадан салуға бұйрық берді. Соны білемін. Ең бірінші айға барған кім? Юрий Гагарин. Жоқ, айға барған. Біздің Тоқтар Серіков. Жоқ. Білмедім. Нил Армстронг. Білетін бол. Альберт Эйнштейн қай елдің тумасы? Эйнштейн. Неміс. Сонда елі? Германия. Дұрыс. Совет одағының батыры атағын алған алғашқы қазақ аруы? Мәншүк Мәметова. Дұрыс. Менің жерлесім. Мақтансам. Абылай хан қайда жерленген? Түркістанда. Түркістанның Қожа Ахмет Яссауи кесенелері маңында болу керек. Қарт қожа Ақбілек романдарының авторы? Аймауытов. Дұрыс. Қазіргі таңдағы еврейлер мемлекеті? Израиль. Дұрыс.